жетім жыласа көкте періштелер көзіне жасалатын көрінеді. Сондықтан кемтарға қамқор болып, жылағанды жұбатып, жығылғанға демеу болу, жетім мен жесірдің маңдайынан сипап арқасынан қағып, қайырымдылық жасау халқымыздың ежелден қанына сіңген әдеттерінің бірі. Мінекей, осы бір жақсы дәстүрді жаңаөзендік атқамінер азаматтарымыз жылда жаңа жыл қарсаңында жалғастырып келеді. Осы жолдан жаңылмаған қала әкімі Жалғас Бабақанов пен Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының директоры Мұрат Құрбанбаев мырзалар облыстық балалар үйінің қайырымдылық шыршасына қатысты. Балалар үйі тәрбиеленушілерінің әсем әндерін тыңдап, мың бұралған билерін тамашалады.
Как у вас красиво здесь! А вы? Ну, тебе саму море! О, подарок! Бізге сәлім беріп тұр, қалтасында купкапес, соны бізге беріп тұр. На тебе тоже игрушечка! Молодец! Самары, родители замазы, комиды, арақады соғамыш. Молодец! Вот молодцы!
барлығы ардақты ағалары ақ тілектерін арнап жаңа жылмен құттықтады. Оларға арнап алып келген сый сияпаттарын тапсырып, балалардың анасының иығына шапан жапты. Құрметті балалар, құрметті ұстаздар, біз жылда жаңа жылдың алдында сізге келіп, осындай сіздердің жаңа жылды қарсы алу салтанатымызға қатысуға асығып жүреміз. Биыл да міне келіп жатырмыз. Жылдан жылға сіздердің мына жаңа жылды қарсы алу дәстүріміз, репертуарымыз жылдан жылға өзгеріп, жақсарып келе жатыр екен. Жаңа билер көріп жатырмыз. Енді айтамыз, мына жаңа тауық жылы Қазақстан еліне біріншіден тыныштық әкелсін, екіншіден енді мынау бәршаңыздың мына бастарыңызға амандық, дендеріңіз саулық, енді жас өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ болғандықтан сіздерден сұрайтын, сіздер мемлекетіміздің, еліміздің болашағы болғандықтан сіздер жақсы оқып, жақсы азамат болып, осы мемлекеттің бір жаңағы оңғы келбесі болуыңызға мен тілекшімін. Құрметті қадірлі ауылдарына балалар, жеткіншектер және де ұстаздар, сіздердің келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын дегіміз келеді. Енді жылдан жылға осы традиция жалғасып келе жатыр. Сіздер де өсіп ержетіп келесіздер. Алда үлкен үміттеріңіз бар, сол үміттеріңіз ақталсын, армандарың орындалсын дегенге, жақсы тәрбиеленіп, жақсы ақ бір жолға, ақ болашаққа аттанып отырмыздар. Тағы да жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Маленький, где-то маленький у нас был. Орынжан қайда, орынбек қайда?